бәрі қалайсыздар? Көңіл-күйлерің жақсы ма? Мен бұл видео көпбалалы бала Токо-Боко сериалы. Кім мені қарағанды жақсы көреді, лайкпен подписаться етіп жібер. И біз бастайық. Мамна, біздің новый үйіміз ба? Қызым. Қызым. Бұл біздің новый үйіміз. О, анашым. Менің өз бөлмем бола ма? Жоқ, сен өз бөлмем болмайды. Сен менің Аделия қызыммен жатасың. Сен когда-то думала, өзі жатасың да? Жоқ. Нелерің көпсіндіктен өзің жатпайсың. Өзің жатам дейді ғой, қарай өш. Қызым, істесіне қалды. Оған бермейшеш бәрін. Оған бер. Ладно, крик. Күтіп жатыр. Ұлдарым кіріңдер, мен жанарым. Мам, мені күтіп тұрыңыз. Мам. Мен біреуді ұмытып кеткен сияқты едім. Мам, не мені ұмытып кетесіз сосын қыздарды? Қойша. Мынау менің Аделя қызымның прихожкасы. Біз баяқта бәріміз отырамыз. Ұлдар отырайық. Ұстаңдар балдарды. Мен сен ұста. Беттен жабық қалды ғой. Представляешь, мен бетті балайын. Беттен жабық қалды. Ладно, келес бөлмеге барақ. Так, стачны мені. Кеттік балдарым. Қызым Аделя, сен осырды демалып отыра ғой. Саған көп жүруге болмайды. Жарайды анашым, отырып тұрамын. Менің қасында Мира отырсын. Отыруға болмайды. Мираға отыруға болмайды. Анашым, болады ма, мен қасында отыра тұрамын. Жоқ, сен демалайын деп отырсың ба? Жоқ, жүр алдыға. Жарайды анашым. Бұл біздің залымыз. Біз баяқта демаламыз. Конечно, сен отырмайсың сияқты. Но демалуына болады бір-екі рет. Арасында бір-екі рет. Аптасында дегенім ғой. Анашым, отыруға бола ма қазір? Болмайды қазір. Біз енді ғана көшіп келдік, ал сен отыруға кірдің. Жоқ, болмайды. Келесі бөлмеге жүріңдер. Аделя! Анашым, не болып қалды? Отсақта демалып телевизор қарай тұр. Жарай ма, қызым? Жарайды, анашым. Жүр кеттік. Бұл біздің ваннайымыз. Біз баяқта жуынамыз. Келесі бөлмеге кіріңдер, балдар. Бұл бөлме біздің күтте балдарымыздікі. Ну, так, сендердің ойыншықтардың баяқта шкафтың ішінде киімдерім бар. Жарайды, мен ұйықтаймын. Мен де ұйықтаймын. Жарайды, кеттік. Келесі бөлмеге, екінші этажға. Мынау біздің жатын бөлмеміз. Біз баяқта жатамыз. Әкем екеуміз. Келесі бөлмеге жүріңдер.
Adela kızım жүр. Anacığım жүр baratırmın. Sen yan ardına dur. Sen ortasına dur. Tamam. Sen nereye oturuyorsun? Adela bulaştıralım. Balдар ikinci etажға келдік. Шығамыз. Adela kızım шыға ғой бірінші. Yanlışım. Әкесі шық. Ұлым. Мира, шық. Жарайды анашым, маған неге олар сияқты мейірімді болмайсыз? Өйткені сен үйдің үлкенісің. Балалардың бәрін қарауың керексің, тамағын жасауың керексің. Жүр. Нарда стакан неге валяется? Мынау сенің бөлмен. Сен бұяқтан тамақ үстінде жасайсың. Бұяқта сенің үйдің Анашым, мен неге тамақтан үйде уборщица болмай ма? Сенсің үйдің уборщицасың. Сен жинастырасың, сен тамақ жасайсың. Мен демалмайын ба? Бізде каникул ғой, анашым. Ешқандай каникул жоқ саған. Үйде жинастырасың, тамақ дайындайсың. Осыдан көрейін, төсегіңде жатқаныңда наказана будешь. Түсіндің ба? Жоқ, мен үйден тамағын жасамаймын. Өздерің жасаңдар керек болса. Отағасы айтшысын аған. Түсінбейді ғой ешнәрсені. Келіп жатпай төбелес қоймаңдаршы, а? Ұрыс қой бересіңдер, өйткені шаршамайсыңдар. Қызына айтып ал мына. Adela, жүр. Мына бөлме, ұлдардың бөлмесі. Екеуінің бөлмесі. Анашым. Аналамаш. Сендердің бөлмелеріне істебейіне жақсы рахмет. Рахмет айтыңдар. Жадыңдар бөлмелеріне. Осы бөлмелерін ұсақта ұйықтайсыңдар. Келесі бөлмем. Бұл ваннайым. Ой, анашым, қандай демейді. Әзіме болса қайтейін. Бұяқта мындай кремдермен только Adela қолдана алады. Түсіндің ба, сен қолдана алмайсың. Жарайды, анашым, мен қолдана алмаймын. Келесі бөлме. Бұл сендердің бөлмелерін наконец-то. Қандай әдемісін еді? Балдар, мен сендердің бірақ мындай заттарды только Adela қызым қолдана алады. Түсіндің ба? Түсіндім, анашым. Киімнің мына үшеуі сенікі, мына үшеуі оныкі. Оның киімдерін етеуші де болма. Аделаның бір киімін алғанын көрейін. Не айтам мен бұл жерде? Соны айтамын, аузында жоқ тұр. Не дедім? Еш нәрсе. Сосын мынарда бір киімдер бар мынарда. Міне. Мынау мен саған алай бір. Мынау менің Adela қызыма, мынау саған. Мынау менің Adela қызыма. Түсіндің ба? Түсіндім, анатайым. Анатайым демеш маған. Adela, если бірдемесі болып жатса, маған айт. Мен оған көрсетемін, қандай болу керегін. Жоқ, анашым, мен бірдемесі болса айтарым. Но оны наказывать не надо. Қызым,
Оған заступаться етіп тұрсың ба? Жоқ анашым. Ал сен бар да тамағыңды жаса. Балдарға да жаса. Балдар қазір келеді, ұйықтап тұрсын. Жарайды анашым. Не жасасам болады оларға? Тарелка бар ма? Тарелка бар екен. Мына жақта біз отырамыз. Ағатайым, інілерім отыратын арада, мен отырамын. Нарада мама бабам отырады. Стол жетпей қалды ғой что-то. Төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Етіп. Нараға екі ағам отырады. Так, нарада екі ағам отырады, нарада мен отырамын, нарада сіңлім отырады, нарада мама отырады. Нарада дағы стол жетпейді ғой. Стол жасап жіберу керек. Стол жетпей қалса маған ұрсады. Маған тағы екі стол керек те. Жасап жібердім, енді маған ұрыспайтын болады. Столға мен андай блюдалар қоям, 3 тарелкаден. Бірінші блюдо болады. Так, бірінші блюдо менің на курица қойды. Курица керек маған бірінші блюдоға. Курица. Сосын бір жұмыртқа керек. Жеп қойыншы өзім. Білмеймін не шыққан. Бірақ мен стакандар қоямыз енді. Анаммен апама сіңліме қоямыз. Жұмыртқа оларға бұндай стакандар тұрған болады. Оларға чай қоямыз. Обязательно спеть. Үтіз маған ұрсы мүмкін. Келесі біздің енді тамақ. Сосын күтіп балдарға қоямын. Бізге не болса болады. Бізге сахар. И яйца. Я думаю, в этот раз получится что-то скрытное. Мне енді біз открыто. Так, енді тағы бір рет жұмыртқа аламыз. Так, бұл ата-анама. Енді мынадан жасап көрейік. Жұмыртқа аламыз ба? Білмеймін мынау не екенін. Біреуіне қоя салайын. Бір жұмыртқа, как всегда. Потом аламыз қайтып. Так, енді мен екі неме жасап жіберейін. Сосын өзіме. Жұмыртқа бітіп қалды. Ақырда бітіп қалды. Анам ұрыспаса болды ғой. Анам ұрыса маған жаман болады. Енді балаларға пюре. Так, стол олар сосын ішсінші. Бізден кейін ішеді ғой.
Anam айтайын. Бізге аты стол іше алмаймыз. Іше алмайды. Дәкені бізге шай алып жіберу керек. Ағама, әніме, маған, потому что әнімен олар сүт ішпей ішеді, мен сүт ішемін. Anasım, annelerim, әпкем, тамақ дайын. Bir сәтті дұрыс жасады ғой бір күні. Күтті балдар чақыр бар. Анасым, олар тамақ ішпей қойсын. Неге? Бізден еншісін өткені олардың столға қойғанда заттар оларға сыймай қалды. Біріншіден, маған не жасағансың? Екіншіден, оларда ішу керек тамақ. Оларда адам емес пе? Сен ішіп жүрсің ғой тамақ. Отағасы, бір дәмес айтшы маған. Балдар тамақ ішкісі келмей тұр. Қызым, біріншіден олай болмайды. Екіншіден, оларда тамақ ішу керек қой. Жоқ, просто оларға стол жетпейді. Стол жетпесе, өзінің столыңды бер. Аяқта ұшақ стол. Үшеуін тосын ішесіңдер. Жарайды, анашым. Шақыр бар ана үшеуін. Ой. Мені алып келдім анашым. Орындарына отырғыз бар. Жарайды. Отыра қойыңдар жандарым. Отыр. Сосын ішесіңдер, сендер өздеріне тамақ жасап аларсыңдар. Тамақтың уақыты болды ма? Біз сосын ішеміз. Неге әпке? Неге әпке тай? Потому что біздің орнымызға балдар ішеді. Мен любимый інімді істегенсің ғой, әпке. Менің де жегім кеп тұрын. Үйде сахар бітіп қалды, сондықтан сендерге олар жеп болғаннан кейін басқа бірдемелер жасап беремін. Жарайды, әпкетай. Маған сүт бен. Сүт қоспаған нес, әпкеш, маман, тай, мен оны өзіме жасағанмын. Мен сүтсіз жақсы көремін шайды. Кім сүтсіз жақсы көреді дейсің? Қой сүттін аған. Осыдан келесі де сүтсіз болсын да маған. Ой, шайын. Жарайды. Жетірақ. Рахмет, әпкетай. Ол менің орным болсайды, бірақ менде мынарда еш нәрсе жоқ. Әпке істеп бересің ба сосын? Істеп беремін. Сахар сатып алармын. Жарайды, мен кеттім. Қызым, тоқта, отыр орнына. Енді отырда сұрда, пока екеу жеп қоймай, сен тұрмайсың столдан. Жарайды, башым. Жеп ішіп болдық ма? Енді барыңдар бассейнге. Бізде нақты бассейн бар ма? Сіз айтқан жоқсыз? Бар, бассейн. Сол бассейнде суда жүзіп жүріңдер, білмеймін. Да бассейн бар, мен мынаған жүр. Мен мынаған. Мен ақшақа. Отырыңдар енді сендер. Бізде уже болып қалдық. Маған не дайындағансың? Мына суши ма не? Анасым суши деп айтады. Суши.
Ақылдым менім. Жарайды, анашы мақтай бермеші. Мен просто сізге айттым, суши. Стаканда қой өзі жинайды. Анашым. Жоқ. Сен жина, оларға тамақ жасап бер. Сен ғой оларға босат деген. Мен жасап бермеймін, өздері жасап алсын, керек болса. Саған жасап беріп жатыр ғой тамақты, жасап бер оларға. Жарайды, отағасы. Нормальный зат болсын. Біз сені неде күтеміз. Осыларға жасап беруім керек. Отырыңдар енді. Жарайды. Я жасап берейін сендерге. Маған, пожалуйста, жаңағыдай. Сахарды қайдан аламын мен? Үйдегі бітіріп тастаса ол. Сахардың бәрін. Анашым, мен бітірген жоқпын. Ол кетші. Сенен кім сұрады? Не жасап берсем болады сендерге? Менің вкусымда жоқ. Тупер. Мен жасап қоймын, енді жеп қоймын. Сендерге не жасап берсе болады? Так, біреуіне спагетти жасап беремін. Анашы, мен мажанағыдай қылаймын. Жоқ, мен саған. Так, мен сендерге екеуіне сақыр сатып алармын қазір. Осыдан ертең тағы сақыр бітіп қалсын. Ну, анашы менді. Сақыр бітіп қалай берейін. Сақыр бітіп қалай береді ғой. Ертең тағы сақыр болатын болсын. Топ тұрсын үйде сақыр. Ол бізге жетпейді. Өткен біз үйде көппіз. Ондан ашым маған да олар сияқты. Жарайды, ол жасап берем саған да. Мен жасап бермеймін деп ойлайсың ба? Жоқ, жасап беремін. Анашым, мен де осыны жақсы көремін ғой. Олым, мен сен білем жақсы көретініңді оны. На, олым. Анашым, маған үшін. Саған макароны. Мен бәрін естіп отырмын, оған да жасап бер. Жарайды, отағасы, жасап беремін. Сен үшін түркі. Последний жұмыртқа остался. Магазинге барды сосын. Тағы да ал жұмыртқа түсінің ба? На. Сразу жеп қойған ес. Күте тұрына болмайды ма? Нашым шайғай просто. Еше маған айта түсін ба? Өзің қой бал. Мен отқанда, мен тұрғанда. Сен қоймайсың ба не? Өзің тұрғанда. Анашым, мен бәріне қойып бердім ғой. Жоқ. Қойба өзі. Мен әлі бәріне естіп отырмын. Бір, отағасы да бір. Сүтпен. Бәрімізге сүтпен. Жаңа ғана өзінің шайына сүт қоймаған дейсің. Сүт қоймаған едің ғой. Не болып қойды сүт? Ешнәрсе. Сосын аяқты жинастыратын бол. Жарайды. Қызым, әртірші, мен отырайын ұра. Әнәшім, мен отырайын ұра. Осыдан тағы балдарымызды бөл. Мен бәрін бөліп жатқан жоқпын. Екеуін білмей, қызымызды бөліп отырсың ғой?
Екінші қызымыз, бірінші қызымызды. Бәрібір маған бөлей берем. Мен балдарымды қарамайды екен. Өзіне сосын үйді жинастыру білмейді. Үйді жинастыру білмесе, өзін жинастырсын. Жарайды, отырайын. Отыр. Тем временем сен өте күшті тамақтар жасайсың. Рахмет. Мен сендерге риза болдым. Давай, қазір шамадан кейін сен аяқ жинастырып қалсын, біз далаға шығып прогуляция етіп қайтайық. Жарайды, бірақ анашым жіберсе маған болады. Анашым жібереді. Біз көндіреміз анашымды. Біз кетіп көндірейік. Тей аяқ посудасын жоқ қой. Орнына оқып қой сосын. Дұрыс жүреді анашым. Анашым, ал не болды ұлдарым? Не сұрайын деп келдіңдер? Анашым, біз қазір шамалдан кейін шақшақ бола ма далаға? Болады әрине. Бірақ біреуді алып кетейік қасымызға. Кімді? Аделяны ма? Аделяны емес. Мираны. Болмайды, Мира үй шаруаларын істейді. Болады, Мираны алып кетіңдер қастарына. Қорғап жүріңдер, бірақ ол қыз. Жарайды, әкешім, қорғап жүреміз, бірақ телефонын алсын, болады. Алай берсін телефонын. Рахмет, әкешім. Рұқсат етті. Анашым рұқсат етпейтін еді ғой. Әкешім рұқсат етті. Әкешім маған рұқсат етті бәрін. Жинастырып ал, сосын айтып біз шығамыз. Қазір бәрін орнына қойып жіберейін. А то анашым ұрсады. Стакандарды қойып жіберейін орнына. Болдым. Мен болдым. Киініп ал, жүр кеттік. Ана қазір. Мен не болсам болады? Басым болды. Мен дайымын. Сен киімінді ауыстырмадың ғой. Менде дұрыс киім жоқ, сондықтан мен ауыстырған жоқпын. Не біздің киімімізді? Бұл ұлдарды киемес пе? Жоқ, қыздарды киді. Рахмет. Мен мысың не деп аламын? Жай берсін, сосын аламын. Жүр кеттік. Так, анашым әкешіне айтып кетейік, біз кетіп бара жатырмыз деп уже. Әкешім, анашым. Я не болды. Біз кетіп бара жатырмыз. Сен бармайсың дедім ғой. Үйді жинастырасың дедім ғой. Нер айттың рұқсат етті деп. Рұқсат етті әкешім. Жоқ, бармайсың. Екеуің барыңдар бар. Ауыл бармайды ешқайда. Анашым, барсын, ол далаға шыққанда жоқ қой. Аузымды жаппа маған. Мен өзім білем. Кім жіберем. Сен ұмытып қалдың ба? Нені? Ол бізге тамағын жасап берді. Үйде жинастыр. Балдарды қарады. Үнелерін қарады. Ұмытқан жоқпын. Қарай берсін дәл солай. Үйден шықпайсың ешқайда сен. Құрбыларымен де. Анашым, мен құрбыларымен уже 1-2 жылдай көрінбедік.
Көрсетпедік. Көрсетпесеңдер қойыңдар. Қандай құрбылар болады? Сатпайтын құрбылар болады. Если сені олар көргісі келсе, олар сатпайды сені. Анашым, олар мені уже сатып кетті. Сатып кетсе үйде отырасың. Олар мен барып қайтайыншы. Анашым, өтінемін. Анашым. Жоқ дедім ба? Жоқ. Өз бөлмеңе бар. Мен отағасымын осы үйдің. Сондықтан мен рұқсат етемін. Бара ғой қызым. Өтесеңізге рахмет, көп. Жоқ. Қой болды. Отағасы рұқсат етті ма? Рұқсат етті. Все. Не обсуждайсыздар? Кеттік әнелер. Қай паркке барамыз? Қай паркке барамыз? Білмеймін, любой паркке барақ. Жүргеттік. Келдік паркке. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Біз қойдық заранее. 2 рет. Жарайды, кіре беріңіздер. Наңырам. Нелер бар екен. Күшті екен. Отбасымызға сыйлық апарақ. Жоқ, анашыма сыйлық керек емес. Ол не за служба. Сені жақсы көрмейді. Сендерді қойды ол жақсы көреді. Сендер қойды апарыңдар подаркты. Жоқ, келесі жаққа жүрікші. Нақты не ол? Білмеймін. Нақты киттар бірдемесілер. No, парк па? Білмеймін. Вроде парк деп жазып тұр. Нақты не істейді? Туда нельзя заходить. Біз түсінде жатырық. Сендер байқатуды болмайды. Крампет. Маленький. Кірге болмайды, шығындар. Тез. Жарайды. Мені какой здесь? Кеттік. Шығар қолдар. Мәркі көбі болмайды. Мәркі отырайық. Мәркі отырғанда мынау подарок қарап жүр. Үйдегілерге. Саматсон. Не аласыз? Біз ба маған мына 3 шарды беріңізші. Сосын мына 2 киімді балдарға арналған. Сосын мына 2 блокнотикті. Жарайды, сізден 250 гривен. 250 гривен. Сізде теңге деген бар ма? Бар. Соны айтыңызшы. Анемон. Сізден 50 мың. 50 мың. Әнелерім. Тағы не болып қалды? Не болды? 50 мың беріңдер. Не 50 мың? Бізде мындай даже банковский картта жоқ. Я бізде мындай ақша жоқ. Бізде только 5 мың бар, 10 мың бар. Мен үйдегілерге подарок істеп, мынаны алғым келген, үшін сосын мына 2 киімді, сосын мына арда тұрған 2 блокнотиктарды алғым келген. Сен асын ба? Мұндай бар.
магазинде мындай 10 теңге тұрады ғой. 10 теңге? Мындайлар 1000 теңге тұрады. Сіз не істеп тұрсыз? Мыналар 10 теңге тұрады. Мыналар 1000 теңгеден тұрады бірсі. Мындай киімдер 1000 теңге тоже. Мына 2000 теңге, мына 3000, 4000, 5000. 5020. Sonra da bize қайда келуіміз деп тұрсыз, мен сізден тұрып мына заттарды. Так, не болып жатыр мынада? Өзің мынау продавеціне не айтыңызшы? Бұл продавец емес. Просто жүк беретін адам ғой. Кім нәрді продавец? Мен. Мына 3 сәр, сосын мына 2 киім, сосын мына 2 блокнотик нешетінге? Неше мың? Бұл бәрі ма? 2050 мың? Ой, 250 мың. Короче, 2500 ғой. 2500 сіздің апарсам ғой. Мына бәрі қанша тұрады? Мына сәриптер 300-400 теңгеден. Киімдер тоже сондай. Ну, қалған бәрі тоже сондай бәрі. Акула емес. Акула. Ama yine de etsin. Bu önce nişe bulatsun ben. Ben yine 20 yarım dedim ben. Bu 3 milyarım. Oldu. Biz jana söyledik koy 3 milyarını. Ya jana söylediniz der. Sonuçtan alıyorsunuz der. Size paketik var mı? Paketik var artır. Bizde paketik yok. Biz buna kolay da kaçacağız. Bilmiyorum. Так. Қолыңызды астыңызды. Сіздің қолдарыңызға келеді ме? Мынаны істеп көрейік. Мыналарды аламын. Сосын мынаның мат. Не? Мына крампитте ақша тұрады? Қанша крампит? 3 жарым. А неге крампит мықты қымбат? Потому что ол мықты. Только бокада ең күшті ойыншықты. Сіздер еще мынаны аламыз дейсіздер. Ой, ұмытып кеттік. Мынаны қалай қоймыз қостай? Жоқ, біз мына екеуін қалдырамыз. Мына ойыншықтарды жарайды інімізге. Інісімізге. Крампитті алыстырамыз сонымен. Мына ойыншықтар бар ғой, соның ақшасы мынау. Жарайды. Осыны жүргеттік енді. Алдық қой да бәрін. Мынаны алдық болды. Сіздерде 50 теңге, 100 теңге бар ма? Жетпей тұр сіздерде. Болды ма? Болды. Кеттік. Әшім, әкешім, біз келдік. Не болғансыңдар, а? Подарок. Әкешім, мынау сізге. Ой, рахмет. Так, інім де кел.
Мынау саған акула. Рахмет. Сосын саған бір киім. Рахмет. Так. Келесі бір сестренка келіңдер. Мен келемін. Я. Мынау саған тоже бір киім. Ал маған. Саған болмағандықтан сен киім шешесің. Мама, олар маған киім әкелген жоқ. Үйден яқпын. Менің қызыма қайда киім? Оларға алып келдім. Так, бер маған. Бермеймін, маған берді. Сен бер. Бермеймін, маған берді. Менің қызыма әкелген керек еді ғой. Ол қыз бірінші келді. Сондықтан ол алды подаркты. Маған онда крампетті беріңдер. Бермеймін, енді ол. Ал сестренкасы бұл саған. Маған қайда? Сізге жоқ. Маған ана банковский карталарында беріңдер. Я болмаса мына блокнотчикті бермесені бермейміз. Блокнотчик мен өзіме алдым. А бұл банковская карта менікі. Так, вы что, обнаглели? Бәріне алып подарка. Мен қызыма маған алмағансыңдар. Не бұл? Беспорядок. Так, маған акуланы беріңдер. Жоқ, бермеймін, беріңіз. Ей, тимеймін ома. Өзіне алып келгенсің, бер маған. Бер. Жоқ, анашым. Сен маған қарсы тұра алмайсың, да? Менікі бұл блокнот. Не жазғанмын қазір жаңағына? Мен анашымды жақсы көрмеймін. Мен не? Быстро в свою комнату. Мял на блокнотчик. Распахищ. Өзім білем. Не істеп қойдым. Мен неге оны сразу жазғанда болады? Не қойды? Ой, бір. Наран, беспорядок қылыңдар, бар жинаңдар. Ана қыз білмесін де отырсын. Маған все-таки Дима подарок берді. Не, Дима маған берді. Маған бермейді осы бір. Қызым. Не смей қожалмай қой. Маған да бермеді сол подарка. Жарайды нәрсе. Маған бәрібір. Жеркеттік сіңілік. Бірақ біздік бірінші дәрді алып. Я сендердікі бірінші дәрді. Онда мен надеждаға. Менде. Сосын әкелі екеуміз офицаймыз. Сосын акуланы. Давай плавать. Слушай, шпраш? И чипа. Слушай, шпраш. Жарайды насың. Ане көрдің ме, мені бәрі қорқады. Анашымды түсінбеймін, е? Мен де түсінбеймісі? Бәрін бөлет те жүрет. Я. Банковская картамды тық қою керек. Анашым тауылса. Алып от өзіне. Мен крампетті қасыма алып қоямын. Тем временем умерем. Мен уже тұрғым келіп тұр. Тұрып, оларға тамақтарын жасайын. Уже кеш батыпты. Олар әлі суда жүрген шығар, мен тамақтарын жасай берейін. Мен уже жазып кеттім, мынаны қоя тұру керек. Мен барып бере алып қайдым. Тоқта!
Anlaşıldı. Barda qarab qaytış var. Tamam жасап жатырмы? Аида, тоқтам. Аделя шығар. Ой, Аделя. Тоқта қызым. Барып сұрада, сосын айтшы бізге мына жаққа келсін деп. Жоқ, айтпайын. Өзіңіз барыңыз да, өзіңіз. Мир. Ау. Аделя. Жасадың ба тамақ? Енді сен деп жатыр, мен уақыт өліп. Анашым жасасын деп жатыр. Білемін ғой. Жаса керек. Не, бір тарелку. Не, бір тарелку. Давайте жұмыртқа соны салатына. Мына да осындайдың біреу. Бөліп жейсіңдер. Тоқта, аш. Мында компьютер бар ғой. Я барым, анашым әкеп қойды, бірақ жемесін деді ешкімге. Бір жесін ұстан, таяқ жейді деді. Маған бәрібір деді, кім жеседі. Бірақ кім жейді ол таяқ жейді деді. Жемесін деді ешкім. Бір жесе, саған да қарамайды. Сен жесең, сені наказать етеді. А мне он еще не. Yemeğin жақсы. Нашим рұқсат саған. Бұрсымын комғады. Я тебя жалею. Потом будешь сидеть тему. Сендер яндай стакан. Не, бізге яндай бокалға қойын керексің ғой. Ұмытып кеттің бе? Ой, есіме шығып кетті, сендер яндай бокал бар екен. Атанаш мұрсат нет саған. Есіне түспейін. Есіне түспейін. Ай, құйдым сүттерін. Ай, мам, пап, тамаққа. Ей, неге сен шақырып жатсың тамаққа? Маған айтты шақырып қайтшы тамаққа деп. Так, Мира. Ол саған какая-то служанка ма? Чтобы бәрін шақырушын? Жоқ, мен де солай айтасыздар ғой, ананы шақырып қайтып, мынаны шақырып қайтып. Қарсы сөз қайтарушы болма. Келесіде достар, оны Айзерені шақыр. Ой. Оны шақыр. Мен саған көрсетемін. Олар тамаққа келіңдер. Сестра, не дайындыңыз не? Өйтімді болма. Сендер екеуі жеп алды, мен жемеймін. Неге тамақтың үстінде? И тамақтың үстіне бірақ тамақ. И то. Түсіндірші маған, а? Анашым, үйде жұмыртқа. Мен саған мана айттым, жұмыртқа қал жебеге. Анашым. Бар енді бәріне макарон дайында. Балалардың жұмақ шейлер қайда? Жаса бар тамақтармен балаларын.
Burger. Sağan емес, не саған? Çay. Так, не саған çay sos. Bilmiyorum, sağan ciddi. Так, дай. Перелер қайда? Ой, перелер қайда? Рейку жоқ сияқты да бір. Ана шын қойшы уже. Так, не. Не щемит. Мен жеген жоқпын. Той бір. Порциялардың бәрінде шына қызға да. Менің порцияларым алайын. Buranın kıyıcıdan çıktım. Demişken. Kızım gel stolga. Өзінің столына мен столға емес. Бәріміз алып қойып. Басып қуанымызға. Пиух. Бүгін жинастырып тастайын. Анашым, сіз бірінші рет стол жинайын тұрсын. Бірінші рет емес қой. Бұл 15 рет қой. Суда аз болғандықтан жинастырыптым. Сізді көп болса оған беретін. Так, бөлмелерімізге барамыз, ұйықтаймыз. Ұлдар бөлмелеріне. Biz bölmeye berber. Kızım ben... Kadar canım öldürüyorum. Tek sekten üstünden sürdük. Ortasını var. Geldik babalar. Çırı yapalım. Bugün çalıydın televizyon karavan çokuz. Екінші дәрді болдық. Олдар мам, папа, үміткетті екінші дәрді жаттарымыз. Ержінақ полисінер. Бәріне пока-пока. Бұл көп балалы отбасы сериалы болды. Бірінші серия.
бұл серия 15 или 20 серияға дейін болады. Сондықтан күтеміз екінші сериясын. Пока-пока.